Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін пайдалы кеңеспен бөліспекшімін, яғни кір жуғыш машинаны қалай күту қажет. Өз әдістеріммен бөлісемін. Ең алдымен осы порошок салатын лотоктан бастайық. Осы жерлеріне порошок көп адамдарда қатып қалады. Ондай жағдай менде де болған. Мүлде кете алмай, барлық әдісті қолданып көрдім, мүлде кеткен жоқ. Маған көмектескені осы дәретхана тазалауға арналған утенок. Утенокты сол порошок қатып қалған жеріне немесе жаңағы екі жағына да құйып 10-15 минутқа қоямыз. 10-15 минуттан соң міндетті түрде жуып тазалап аласыздар. Содан соң есігін кір жуғаннан кейін міндетті түрде ашып қоямыз. Және де мына есіктің айнасы бар ғой. Сол айнаны айна жуатын сұйықтықпен міндетті түрде әр кір жуған сайын тазалап тұрған жөн. Содан соң қосалқы есігі бар кір жуғыш машиналардың қосалқы есігінің резинасында кір тұрып қалады жаңағы. Міндетті түрде соны тазалап тұру қажет. Әр кір жуған сайын сүртіп тұрсаңыздар өздеріңізге оңай. Менікі де кір болып кеткен. Немесе аптасына бір рет міндетті түрде тазалап тұрған дұрыс. Содан соң кейде кірді қалтасын қарамай саламыз, сол кезде мына жеріндегі резинасына бөгде заттар, яғни тиын, басқа да бөгде заттар тұрып қалады. Соны міндетті түрде тряпкамен немесе щеткамен өзіңізге қалай ыңғайлы, солай міндетті түрде бұл жерін әр кір жуған сайын тазалап тұрған дұрыс. Содан соң фильтрі деп айтамыз ғой, астыңғы жағында оң жақ қарай бұрап ашамыз. Ашылуы өте оңай. Мен кеше ғана жуып тазалаған, менікі таза. Бұл жерде де сондай бөгде заттар тұрып қалады. Міндетті түрде осыны тазалап тұру қажет. Сол кезде стиральныйыңыздан су ағу, жаңағыдай иіс шығу деген мүлде болмайды. Және ұзақ жұмыс жасайды. Ал жаңағы лотокты жуып тазалап алдық. Және мына көк несі алынады ғой, білесіздер, үстінен басып, өте оңай алынады. Мен өзім сындырып қойғам ғой, қатты баспайсыздар, үстінен жай ғана бассаңыздар өте оңай алынады. Және жуу ыңғайсыз болса, осылай барлық жерін алуға болады. Абайлап аласыздар. Әйтпесе сынып қалуы мүмкін. Осылай міндетті түрде есігін ашып, жарты сағат кептіріп аламыз. Әр кір жуғанда солай жасасаңыздар, жаңа айтқандай стиральныйыңызден иіс шығу, су ағу деген мүлде болмайды.